Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей Дико Free Fire және бізде арнада өте қызық видео болады. Яғни бүгін мен сіздерге 3 керемет нычка мен баг көрсететін боламын. Сондықтан лайктарыңызды басып, подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің керемет комментарияларыңызды жазып, осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Егер де видео қызық болса, ары қарай жалғастырамыз. Ендеше алып кеттік. Ал достар, енді бірінші бізде нычка ол Шепард деген жерде орналасқан, яғни Бермуд деген картада. Енді сол жерге секіріп, сіздерге керемет нычка көрсететін боламын. Ол нычка, яғни секретімен байланысты болады. Секретін дегенде ұшатын қазір көретін боласыздар. Солмен өте керемет нычкаға түсуге болады, яғни адамдар өлтіруге болады. Көріп тұрғандарыңыздай, ана жерде секретін нәрсе бар. Секретін, ұшатын, қалай аталатынын білмеймін, комментария жазып кетіңіздер. Осыны использовать басып, қасындағы сары вышкаға дәлдейміз. Және де егерде дәл деген болсаңыздар, онда соның дәл үстінен түсулеріңіз керек. Енді қазір біз секіреміз. Міне осы сары вышканың үстіне түстік. Егерде екінші вариант бар, мына үйдің төбесіне шығып кетуге болады, яғни крышасынан шығып адам өлтіруге болады. Осынан лутать етіп атқан адамдарды да өлтіруге болады. Және достар, бізде бір адам тұр екен, соны өлтіріп көрейік. Сіздерге көрсетейін, шынымен адам өлтіруге болады, яғни дуло 3 сондай тағып алсаңыздар, онда болады. Және зона осы жерге тартатын болса, онда өте керемет болады. Міне достар, адам өлтірдік. Енді егерде осы жерге мініп егерде түскіңіз келсе, онда 0 хп алып түсуге болады, яғни осы вышкаға түсеміз, вышкадан баспалдаққа түсеміз. Болды. Сосын енді отырып түсіңіздер осы жерден, өйткені құлап кетулеріңіз мүмкін. Міне болды, осы жерде жүріп, арғары лутать етіп, зонаға кірулеріңізге болады. Достар, енді бізде мен деген осы жерде керемет баг білетінмін, осы ағаш қамилетін ол жерде оны алып тастаған секілді, өйткені бұл жерде керемет баг болатын, қазір істемейді. Енді соны істеуге тырысып жатқан моменттерімізді көріңіздер. Достар, енді бізде екінші баг деген осы оружиемен байланысты болады, яғни біз деген легендарный емес оружиені қолымызға ұстайтын боламыз. Ендеше бізге бір легендарный оружие және де легендарный емес оружие керек болады. Показать лоббиді басып, бірден легендарный емес оружиеға ауыстырамыз. Ендеше лоббидан көруге кеттік. Достар, көрсеңіздер, біз глаз смертиді қолымызға ұстап алдық, яғни бұл қолға ұсталмайтын оружие, осы баг пен Free Fire'ды алдап қолымызға ұстап алдық. Егерде баг ұнаса, онда лайк басыңыздар. Ендеше біз келесі багқа көшеміз. Достар, біздің келесі багымыз мил жақта орналасқан, яғни баг емес, нычкамыз. Нычка яғни мил жақтағы, онда үлкен мосттарда орналасқан, яғни ең соңғы мост бар, сол жерге мініп кетуге болады. Міне артымызда үлкен мосттан кейін ең соңғы мост, соның осындай шетіне мініп, ең соңғысына барып, нычка ретінде пайдалануға болады, яғни ешкім көрмейді. Мил, яғни картаның ең шеті, сондықтан ешкім келмейді деген ойдамын. Осындай смело тығыла берулеріңізге болады.
өте керемет нычка деген ойдамын. Егерде сіздерге де ұнаса, онда комментарий жазып кетіңіздер. Және де тағы да қандай бактар мен нычкалар білесіздер, соны комментарий жазыңыздар. Міндетті түрде оқып лайк басатын боламын. Достар, енді менің видеом аяқталды. Видеоның басында айтқанымдай, егерде видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп, және де колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Дико Free Fire, күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар. I tried so hard.